Сәлем достар, ең алдымен осы видеома лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен алхордан варенье дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен алхорымызға су құйып, тазалап, 2-3 рет жуып аламыз. Дәл осылай қып-қызыл болуы қажет. Барлығын тазалап, жуып болғаннан соң ортасындағы дәнегін ажырататын боламыз. Дәл осылай ортасынан бөлсеңіздер болады, немесе қиғашынан бөліп те ажырата беруге болады. Өз қалауларыңызша міндетті түрде дәнегі алынуы қажет. Барлығын жуып тазалап болдық. Енді қазанымызға салып, үстінен 500 мг су құйдым, яғни жарты литр. Ошаққа қайнататын болғандықтан от жағып, осылай бұрқылдатып қайнаттым. Алдында ең алғашында осындай болып қайнайды, сосын құмшекер салдым. Барлығын араластырып, жақсылап араластырамыз. Қатты қайнағаннан соң көбігі шыға бастайды. Көбігі толық тарқағанша қайнатып алатын боламыз. Алғашында дәл осылай қайнай бастайды, жан-жағынан басталып, жақсылап қозғап тұрыңыздар. Қозғамайтын болсаңыздар, астына жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан жиі қозғап тұрған жақсы. Қайнады, енді осы қайнаған кезде осындай көбіктер шыға бастайды. Осы көбік толық тарқаған кезде банкамызға құятын боламыз. Мына бізде көбігі тарады, осындай қып-қызыл әдемі болып тұр. Енді осыны банкамызда стерильдеп жауа берсек болады. Өте дәмді варенье, қыстың күні өте керемет болады. Дәл осыны ет тартқыштың көмегімен де өткізіп жабуға да болады. Енді банкамызда стерильдейміз. Стерильденген банкамызға алхор вареньесін құйып, жақсылап қақпағын жауып бұрап алатын боламыз. Қақпағын жауып, жақсылап бекітіп алатын боламыз. Біздің алхордан вареньеміз дайын болды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.